Peygamberimizin zamanında Mekkelik Müslümanlar kıyınalganda Medinelik Müslümanlar yardım berdi. Mekkelik Müslümanlar muhacirler, koşuşlar bolup oğan yardım bergen ansarlar Medinelikler bolgan wagtynda Peygamberimiz aleyhisselam Medinelikler yardım berişler yardım körgenlerden aldında dereceli. Men ansarlarda jakşı görömün dep Peygamber 3 ret kaytargan eken. Bizlerge yardım berişlerde Allah jakşı göredi, Peygamber de jakşı göredi. Soňdan bizler olarga albatta algys, olarga şükrana retinde ötüp atkan amalymız muny бүкіл Қазақстанға, onun içindeki her bir jeke üyden, jeke bir kişiden, jeke bir awuldan, bir awdandan, bir batı, bir şıgыс bolup kelgen kömeklerdi gördük, onu unutmayız. Algısımızda iki avsuru жеткизе almayız. Elbette bir Allah olardyň barçasyna inşallah yaxşylyklar menen ese nasip etsin deymiz. Сардоба су коймасынын жарылуу салдарынан Мактарал ауданында зардап шегүүтө. Олай дейтин себебimiz ауданда бирнеше ауылдарда су басып кеткен. Сонун бири Өргебас ауылы. Көшенин ортасымен өзенмен келе жаткан сыяктуу әсерде келе жатырмыз. Сайдын бәрін аралап, үйдің бәрін кулап атырмын. Бүкіл бәрі кулап атыр. Қанша үй қирап атыр. Малдың шалсып, келдік, аштан-аш қалып атыр. Көмек берсін, үйімізді сап берсін, ішіне жиһазын қойып берсін, басқа. Ile şok. Kelip özlerinizden peyillerinizni görüp, halktın peyilini görüp, osulay şükürsünük, Allah'ın isi koy dep жаткан кезде жүрөгүбүз кубанды. Биздин ынтымагыбыз, биздин бирлигimiz, биздин элдигimiz, болашагыбыз осы бирликте. Биз качанда биргemiz. Жамбыл облысынан көршілес Түркістан облысы Мақтарал ауданында су тасқынынан зардап шеккен ағайындарға гуманитарлық көмекті алып келдік. Арыс халқы үлкен қиындық көрген. Сол қиындық кезде бүткіл елі болып, оның ішінде осы Мақтарал, Жетісай аудандары үлкен көмек берген. Міне осындай іс Мақтарал ауданына түсіп отыр. Бұлардың бәрі арыс кеше өзінің басына өткен екен. Міне бауырларымызда осындай қиындық көріп отқан кезде біз қарап тұрмадық. Міне бүткіл ел болып, арыс халқы болып, арыс Мақтаралмен біргеміз деген ұранмен келіп, бүгін міне атсалысып жәрдемімізді беріп жатыр. Қазақ болғаныма қуанам, қазақтың мемлекетінде осы нәрсе өніп жатқаныма қуанам. Алла тағаланың осындай мейірімді елде мені жаратқанына қуанам. Осындай сіздердей азаматтың келіп, қол ұшын беріп, жанышып, Қазақстанның түкпір-түкпірінен ешкімде қазір қаражат артық қылмайды, өзінен де артылмайды шын туайтына келгенде. Бірақ аузынан жырып, міне тура біздің қазақ елін көгершін мен қарлығашқа теңер едім. Аузынан жырып, міне беріп жатыр. Көп балалы анамын. Осы жерге келін болып түскеніме 40 жыл болды. Осы жердің суын іштім, нанын жедім, мен осы жердің халқымын. Халықты ойлаймын. Біріншіден, қара халқыма, кәсіпкерлерге мыңда бір басымды изеп ризашылығымды айтамын. Аш емеспіз, көңіліміз аш біздің. Тоқпыз, Құдайға шүкір.
18 миллион қазақ халқына елдің алдында тұрып мен басым дейіп рахметімді айтамын. Мемлекет бар, қоғам бар, барлық жағдайын жасап жатыр. Таң қаласыз. Алматыда, Астанада барлығы келіп жатыр. Олардың барлығы еш беріп жатыр. Халқымыздың қиыншылығын бөлсек, сондықтан жақсы түсінуіміз керек, жақсы қабылдауымыз керек. Үкімет тарапынан, аудан тарапынан, әкімшіліктен, халықтан көптеген жәрдемдер келді. Өзіміздің Қазақстанның халқы, мынау бар, әйтеуір атқамінер жігіттердің бәрінің қол жәрдемі болды, киім жәрдемі болды, әйтеуір тамақ жәрдемі болды. Бәрі осы елге келіп жатты. Бұның бәріне рахметімізді айтамыз. Бұл жігіттердің бәрінің отбасылары да амандық болсын, сау саламат болсын, өнсін, өссін деген осы ауыл, Өргебас ауылының бүткіл халқының атынан рахметімді айтамын. Бүгін қуанышты мерекеміз болып жатыр. Бұл мерекеде бүкіл Өргебас ауылы өткен кездегі еске алып, бүкіл Қазақстанға, бүкіл азаматтарға, жан-жақтарға жәрдем бергендеріне, сол кездегі біздің рухымызды көтергендеріне мыңда бір шүкірлік жасап, міне бүгін жақсы ниетпенен бүкіл ауыл ел жиналып, Құдайы тамағын беріп жатыр.
мына тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесімен шын жүректен осы өргебас ауылының тұрғындары атынан құттықтаймын. Мемлекет басшылары, үкімет басшылары және де ел басшымыз президентіміздің арқасында, халқымыздың арқасында өзіміз келіп, мемлекет ақша бөліп, қаржылай, басқа жағынан көмектесіп, мына бүгін 1 жыл 8 ай болыпты. Барлығымыз үй салып алдық, көшелеріміз жөнделді, мектеп салып берді, енді Құда қаласа оның үстіне мектеп берді, қап сап берді, свет, жол бәрін істеп берді. Рахмет мыңда бір. Оның үстіне барлықтарыңызға мына келетқан Қазақстан халқының тәуелсіздігінің 30 жылдығына құттықтаймын. Бұл біздің үлкен мерекеміз. Мына халқымыз, еліміз өмір бойы армандап өткен мерекеміз. Ол ең мерекенің үлкені осы. Барлық жерден Атырау, Ақтау, солтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан барлық жерден келді ғой көмек. Сол көмектеріне бәріне рахмет айту үшін бүгін Құдай шара өткіздік. Бәрі жақсы өтті. Құда қаласа мына былтырғы берген мемлекеттің берген жәрдем арқасында 17 миллион арқасында үйімізді тұрғызып, үйге кіріп алдық. Үйді көрдіңіздер өздеріңіз. Жаңа осындай современный деп айтады ғой. Сондай мақсатта мына үйімізді салып, бітіріп алып, кіріп алдық. Құдайға шүкір, бәрі жақсы. Бәріне рахмет қазақ халқына.